Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен құрамы қарапайым, әрі нәзік, жұмсақ болып пісетін, балалардың ең сүйікті таңғасына айналатын вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл вафлидің құрамы өте қарапайым болып табылады. Төменге қажетті ингредиенттерді жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып бастаймыз. Одан соң үстіне қантты салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осы массаның үстіне ерітілген сары майды бөлме температурасына суытып құямыз және барлығын бірге араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен ұн және қопсытқышты салып тағы да араластыратын боламыз. Кейін қызып тұрған вафельницаның үстіне үлкен қасықтың көмегімен тестімізді салып 3-4 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, 3 минуттан соң біздің вафлиіміз де пісіп шықты. Міне достар, бізде осындай әдемі вафлилар шықты. Бұл вафлилар менің отбасымның ең сүйікті таңғасына айналды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.